Баршаңызға сәлем. Манты жасауға ерінген болсаңыз, дәл осы жаппасай тағамын жасауды кеңес беремін. Өте дәмді әрі ерекше тағамдардан бірі. Бұны кейбір жандар үнді мантысы деп те атайды. Ендеше барлығымыз бірге отырып дайындайық. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осылай етімізді көбіктеп турап аламыз. Мен етім тез пісу үшін осылай кішіректеу қылып турадым. Енді қызып тұрған майымыздың үстіне етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Оғанға дейін біз арасына қосылатын көкөністерді турап аламыз. Ең алдымен пиязымызды көбектеп турап аламыз, жіңішке етіп. Бір дана пияз жетеді. Одан соң сәбізімізді де дәл солай көбектеп турап аламыз. Өте тым үлкен қылып емес, осылай орташа көлемде етіп турасаңыздар жеткілікті. Енді біз бірден картопты салмаймыз, дегенмен картобын турап дайындап қоямыз. Дәл солай картопты да көбектеп турап дайындап қоямыз. Мінекей біздің көкөністерімізді турап болғанға дейін етімізде қуырылып дайын болды. Оның үстіне енді пиязымызды, сәбізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Және оның үстіне дәмдеуіш ретінде мен бұрышты қосып, яғни қара бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай паприка қосудың қажеті жоқ. Осылай шамамен 5-10 минут қуырып аламыз да үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, баяу отта қайнатып сәл пісіріп аламыз. Етіміз дайын болғанға дейін қамырын дайындаймыз. Қамырына ұн, тұз қостым және суды қостым. Егер де арасына жұмыртқа қосқыларыңыз келсе де, бір дана жұмыртқа қоссаңыздар болады, бірақ мен жұмыртқаны қоспадым. Тағы да бір айта кетерлігі, қамыр илеген кезде қатты ыстық та емес, суық, яғни мұздай суды да құйып қажет. Себебі біздің қамырымыз ыстық болса былжырап кетеді, ал егер де қатты суық болса, онда қамыр қатып қалатын болады. Тек қана орташа үйдің температурасындағы сумен осылай қамырды илесеңіздер жеткілікті. Енді қамырымызды шамамен 15-20 минутқа тындырып қоямыз да, одан соң тағы да 15-20 минут өткеннен кейін бір қайра тағы да басып жібереміз. Сонда тынған қамырмен жұмыс істеу өте жақсы болады. Және де бірден осылай дөңгелекше етіп кесіп алатын боламыз. Бізге жаюға қазір ыңғайлы болу үшін әр бөлікті өлшеп алып, бірақ кескен дұрыс. Сонда біздің дөңгелектеуімізге де барлығына оңай болады. Енді кезекпен барлығын оқтаумен жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз қалың болмау қажет, жұқалап жайған дұрыс. Себебі бұл піскен кезде біздің қамырымыз көтерілетін болады. Сол себепті міндетті түрде өте жұқа қылып жайсаңыздар, сонда піскен кезде де қамырымыз дәмді болып шығатын болады. Енді қамыр жайғаннан кейін міндетті түрде үстіне әр бөлігіне осылай сұйық майды жағып шығамыз бетіне. Міндетті түрде жаққан дұрыс, себебі қамырымыз бір-біріне жабысып қалмау қажет. Әр илеген бөлігіне қамырдың бетіне сұйық май жағамыз. Мінекей енді біздің етімізде дайын болып қалды. Үстіне сәл ғана суымызды құйып жібереміз де, дайын картобымызды үстіне араластырып жібереміз. Және де біздің картоп тез пісетін болғандықтан картопты салғаннан кейін үстіне бірден қамырларды орналастырамыз. Яғни қамырды орналастырудың алдын үстіне суды құйған кезде сәл асырып құйған дұрыс. Сонда қамырымыз піскенге дейін жабысып қалмай жақсы баяу отта пісіп шығатын болады. Және міндетті түрде баяу отта пісіріп алған дұрыс. Яғни орташа отта, тым баяу да, тым қатты да от болмауы қажет. Егер баяу отты пісіретін болсаңыздар, онда қамыр бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ал егер де қатты отта пісіретін болсаңыздар, онда суы тез азайып, шикі болып пісіп шығады. Сол себептен орташа отта пісіріп алған дұрыс. Мінекей біздің қамырымыз да, етіміз де барлығы дайын болды. Шамамен мен баяу отта 45-50 минут шамасында пісіріп алдым. Осылай біздің қамырымыз бір-біріне жабыспай, біркелкі болып пісіп шығады. Ешқандай жабыспай және қамыр өте жұқа болып, дәмді болып шыққан.
Егер қамырды дөңгелекше етіп жайғыларыңыз келмесе, бұл тым үлкендеу болады десеңіздер, қамырды бірден дөңгелекше, яғни мантыға жайғандай етіп жұқалап жаясыздар да, төрт бұрышты етіп кесіп жасасаңыздар да болады. Мен осылай кішігірім 1-2 адамға деп осылай кішіректеу табаға пісіріп алдым. Сіздер жаңағыдай төрт бұрышты етіп пісіріп алсаңыздар да болады. Мінекей көргендеріңіздей біздің салмамызда күймей, жақсы болып пісіп шыққан, барлығы біркелкі өзінің қалпында пісіп шыққан және салмасы да өте дәмді болып шыққан. Бір жасасаңыздар, екінші қайра жасағыларыңыз келіп тұратын болады. Отбасыңыздың сүйікті асына айналатынына сенімдімін. Сол себептен міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір бөліміне өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.